Барлығына сәлем. Бұл видеода жасырын замок тігудің ең оңай жолын көрсетемін. Осылай тігетін болсаңыз, бір тіккеннен өте сапалы шығатын болады. Ендеше бастайық. Мынау біздің матамыздың оң жағы. Оң жағынан оверлоктап немесе зигзагтап аламыз. Тігісті үтіктейміз. Өзімізге қажет сантиметрді есептейміз. Замоктың тісі біткен жерден төмен қарай мен 20 сантиметрді сызып алдым. Матадан да тура сол 20 сантиметрді белгілейміз. Бұл сан сіздерде 15 немесе 35 болып өзгеруі мүмкін. Замоктағы белгі мен матадағы белгіні беттестіріп түйреміз. Матаның оң жағына замоктың оң жағын жатқызып толықтай түйреп аламыз. Осы жерде замоктың айналып кетпеуін қадағалаңыз. Стандарт табанның сол жақ шеті замоктың тісіне жетпей жатуы қажет. Реверс батырмасын басында және соңында беріп, екі жағын тігіп аламыз. Жасырын замок тігетін табанға ауыстырамыз. Замокты барынша ашып, табанды дәлдеп қоямыз. Басында және соңында реверс батырмасын басамыз. Тігу барысында бір саусағымызбен замокты ашып отырып тігеміз. Нәтижесі осылай шығуы қажет. Енді замоктың екі жағын тігіп шығайық. Ол үшін инемен түйрейтін боламыз. Замок тігісінен 1-2 мм асырып осы тігісті жасауымыз қажет. Бұл өте маңызды. Бір жақты табанмен тігу ыңғайлы болғандықтан табанды ауыстырамыз. Басында және соңында реверс батырмасын басамыз. Тігіске кедергі жасамау үшін тіккен кезде замокты бір қолымызбен ұстап тұрамыз. Тігісті екі жаққа қайырып үтіктейміз. Өте сапалы тігілген жасырын замок дайын. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызды қалдырыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.